Денисов орталық аудандық кітапханасы сіздерді ұлық мереке Қазақстан тәуелсіздігінің 29 жылдығымен шын жүректен құттықтайды. Ынтымақты, ұран, татулықты ту еткен бейбіт халқымыз осы уақыт аралығында толағай табыстарға жетті. Рухы биік, намысы берік бабаларымыздың ғасырлар бойғы асыл мұраты, азаттықты аялау, тағдыры ортақ, тұтас халқымыздың татулығын сақтау біздің басты мұратымыз. Бірлігіміз бекем, тірлігіміз тиянақты болсын. Тәуелсіздігіміздің тұғыры биік болғай. Құтты болсын тәуелсіздік мерекесі, мықты болсын елімнің керегесі. Тату тәтті халқымызға бақ қонып, кетпесін туған жердің берекесі. Тәуелсіздік мерекесіне орай сіздердің назарларыңызға шағын интеллектуалды викторина ұсынамыз. Қазақстан Республикасы тәуелсіздік алған жыл. Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті. Қазақстан Республикасы қай жылы ұлттық теңгеге көшті? Қай жылы Қазақстан Республикасының Конституциясы қабылданды? Қай жылы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың Қазақстан 2030 стратегиялық бағдарламасы жарияланды? Тәуелсіз еліміздің жаңа рәміздері, мемлекеттік ту, елтаңба және әнұран бекітілген жыл. Қай жылдан бастап Астана қаласы еліміздің астанасы болды? В библиотеке оформлена выставка «Казахстан болашаққа ұмтылады. Казахстан, устремленный в будущее», посвященная Дню независимости Республики Казахстан. На выставке представлены книги, фотоальбомы, электронные ресурсы. Также представлена литература о закрытии Семипалатинского полигона. Здесь же книги о столице нашей Родины, Астане. С 2019 года переименованы в Нур-Султан по инициативе нового президента Касым-Жомарт Токаева. История ее становления и развития. В разделе раскрыты программные документы, стратегия 2050, становление государства, приказы и законы о введении национальной валюты и государственной символики. Цель нашей выставки – дать читателю возможность самому оценить, какой объем работы в кратчайший для страны срок был сделан казахским народом во главе со своим лидером Нурсултаном Назарбаевым. Также она призвана воспитывать патриотические и гражданские чувства у молодого поколения, прививать трудолюбие и осознание ценностей независимости.